Жаңа оқу жылы қарсаңында 30 тамызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы Кемел ел жастарды тәрбиелеу орталығының мүшелері Астана қаласының оқушыларымен кездесті. Оқу үздіктері, зияткерлік сайыстары мен спорттық шаралардың жеңімпаздары елбасының кітапханасы орналасқан сәулет өнерінің бірегей туындысы болып табылатын жаңа ғимаратты алғашқылардың бірі болып тамашалады. Кездесу барысында елбасы кітапханасының шығарған мемлекет басшысы туралы біздің президент атты кітаптың тұсауы кесілді. Бұл еңбек 2012 жылда шығарылған Нұрсұлтан Назарбаев өмірбаян кітабының негізінде орта және жоғары сынып оқушыларына арналып жазылған. Бұл кітап 23 мың данамен шықты орыс тілінде. Қазір қазақ тіліндегі варианты дайындалып жатыр. Келесі жылдың басында қазақтың тілінде шығады. Ол да бір 20-25 мың тиражбен шығады. Бұл кітап барлық мектептің кітапханаларында болады. Соны таныстырып береміз. Жақын арада Жамбыл облысына біз 1000-ға тарта осындай кітапты бергелі отырмыз. Сол барлық облыстың өкілдеріне, оқу басшылықтарына таратып береміз. Олар барлық мектептің кітапханаларына жеткізіп беретін болады. Кітапта президенттің балалық шағынан ержетіп есейген кезге дейінгі басынан өткерген оқиғалары, Теміртауда құрыштай шыңдалған уақыты, президент болып Қазақстанның мүддесін қорғап, істеген үлкен қызметтері баяндалады. Балалармен кездесуге келген Қазақстан Республикасының президенті кеңсесінің бастығы, елбасының кітапханасы директоры міндетін атқарушы Махмұт Қасымбеков кітапхананың жұмысына қызығушылық білдіріп, ғылыммен айналысамын деген жастарды бірге жұмыс істеуге шақырды. Оларға жаңа оқу жылында табыс тілеп, ізгі тілек жазылған біздің президент кітабын сыйлады.